шықпайды. Көптеген ата-аналар бұл есімді таңдағанда балаларында батылдылық, әділдік пен рухани күш береді деп үміттенеді. Хамза есімін иеленген адамдар көбінесе жетекшілікке ұмтылады. Олар үшін адалдық пен әділдік маңызды құндылықтар болып табылады. 2024 жылы жиі таралған есімдердің тағы біреуі ол ислам есімі. Ислам есімінің мағынасы түп тамыры салима, юслими, ислам, яғни бейбітшілік, аманшылық деген сөздерден бастау алады. Ол Алла тағаланың әс-салам деген көркем есімімен сабақтас. Шариғаттағы мағынасы толық мойынсыну, Алланың алдында парыздарды орындау, одан басқа жалған құдайларға табынбау дегенді білдіреді.